Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы коммутативтік. Психологиялық ахуал. Күндей жадырап, айдай аралап, жұлдыздай жарқырап, судай таза көңілмен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ребусты шешеміз. Тыныс белгілерді қарап отырып, мына заттардан ребустарды шешеміз. Ребустың шешуін көрейік. Көмектестік. Жарайсыңдар оқушылар. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы көмектестік. Сабағымыздың тақырыбы көмектестік. Оқу мақсаты зат есімдерді септей тәуелденген сөздердің септелуін білу. Сабағымыздың мақсаты зат есімдерді септей тәуелденген сөздерді септелуін білу. Көмектестік септіктегі зат есімдер кім, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектестік атау септікке мен, пен, ден жалғаулар арқылы жасалады. 71-ші жаттығу. Ұйқасына лайықты сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Шығыс, көмектестіктегі сөздерді тап. Көмектестіктегі сөздер сөз құрамына талда. Ескірттік. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазады. Шығыс, көмектестіктегі тұрған сөздерді табады, сөз құрамына талдайды. Тұмсығымен шымшып құртты тереді, сылдыр қағып, таудан құлап, жатып ағып мөлді. Олай болса, тексерейік. Тұмсығымен шымшып құртты тереді, шымшып. Бұл жерде тұмсығымен дегенде мен, бұл көмектестік. Сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір бұлақ. Жарайсыңдар оқушылар, бұл жерден таудан бұлақ. Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Олай болса, келесі тапсырма. Қызметкер сөзін септеңдер. Ескірттік. Септелген зат есімдерді анықтайды, берілген сөздердің септелу ерекшеліктерін түсіндіреді, тәуелденген сөздерді септейді. Ал тексерейік. Септік жалғау. Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау қызметкер, ілік қызметкерлердің, барыс қызметкерлерге, табыс қызметкерлерді, жатыс қызметкерлерге, шығыс қызметкерлерден, көмектес қызметкерлермен. Жарайсыңдар оқушылар. Септік жалғаудың біледі екенсіңдер. Кім жылдам? Ал оқушылар, көмектес септігінің жалғауын тап. А, ға, ге, қа, ке, ә, мен, пен, б, ның, тың, түң. Ал көмектес септігінің жалғауын табады. Ал оқушылар, кім жылдам екенін көрейік. Ал тексеріп көрейік. Әсі дұрыс екен. Мен, пен. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Көмектес септікте тұрған сөздерді тауып, қосымшаларын белгіле. Барлық ат күміс тоқумен берілген. Әжесі Гаухармен музейге барды. Алмагүл сыпырғышпен еден сыпырып жүр. Ғани әзетпен шахмат ойнады. Ол шипажайда адамдар қымызбен емделеді. Ал дискриптор сөйлемдерді көшіріп жазады. Көмектес септікте тұрған сөздерді табады. Бұл жерде көмектес септікте тұрған қосымша сөздерді табамыз. Тексерейік.
бұл жерде ер-тоқыммен, гауһармен, сыпырғышпен, әсетпен, қымызбен. бұл жерде ер-тоқыммен дегенде мен көмектес септік, гауһармен көмектес септік, сыпырғышпен пен деген көмектес септік, әсетпен көмектес септік, қымызбен бен деген көмектес септік. Септік жалғаулары. Жарайсыңдар оқушылар. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді қорытынды кері байланыс жасаймыз. Үш леп белгісі әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Үш леп белгісі бар сұрақтарға. Маған бәрі түсінікті болды. Бір леп белгісі, бір сұрақ белгісі. Әлі де сұрағым бар. Ал сұрақ белгісі әлі де қолдауды қажет етемін. Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі сабақта жақсы түсініктіңдер, маған бәрі түсінікті болды. Жарайсыңдар оқушылар. Үйге тапсырма. Көмектес септен тұратын 5 сөйлемді жазамыз.